Ғондар, сәлемет пе балалар? Бүгін біз сіздермен бүкіл Евразия құрлығындағы этно-саяси дамудың түбегейлі өзгерістеріне тікелей ықпал еткен көшпенді әрі жауынгер тайпа ғондар туралы тарихи деректерден хабардар болып, олар жамсамыз. Сонымен қатар ғондардың археологиялық ескерткіштері мен қолөнер бұйымдарының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Ғондар туралы тарихи деректер. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Орталық Азияда Қытайдың солтүстік шекараларына жақын орналасқан ғон тайпалары бірге бастады. Ғондар Қазақстанға Орталық Азиядан біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырдың соңы мен біздің заманымыздың 1 ғасырында келгендіктен, олардың тарихы қазақ жерімен тығыз байланысты. Оны біз археологиялық қазбалардан және Қытайдың жазба деректерінен білеміз. Ғон атауы біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың аяғында алғаш рет Қытай экономикалық және саяси тарихы жөнінде ең алғаш жазған Қытай тарихшылары Сыма Цян, Бангу, Фай Энің шығармалары аса құнды мәліметтер береді. Олардың біріншісі Қытай тарихының атасы Сыма Цянның 130 бөлімнен тұратын Ши Цзи тарихи жазбалар атты еңбегі болса, екіншісі Бангу жазған еңбек Цян Ханьшу, Батыс хан мемлекетінің құжаттары деп аталады. Ал үшіншісі тарихшы Фай жазған Хоу Ханшу, Шығыс хан мемлекетінің құжаттары атты шығарма. Сонымен қатар Европа ғалымдарынан Рим тарихшысы Аммиан Марцелиннің іс-қимылдар деп аталатын 31 кітаптан тұратын шығармасы. Француз тарихшысы Тьер Амедидің Аттила және оның мұрагерлерінің тарихы атты 2 томдық кітабы. Герман тарихшысы Иорданның ғон билеушілері Ругила мен Аттила басқарған мемлекет және Аттиланың Римге жорығы туралы мәліметтері бағалы еңбектер қатарына жатады. Қазақ ғалымдарының ішінен ғон билеушісі Аттила туралы алғаш рет жазып ғылымға енгізген Шоқан Уәлиханов болды. Бүгінгі таңда ғондардың тарихымен тереңірек танысуға мүмкіндік беретін көрнекті түрік тарихшысы Бахадин Өгелдің 1981 жылы Анкарада басылып шыққан Ұлы Ғұн империясының тарихы атты 2 томдық кітабының маңызы зор. Бұл шығарманың түрік тілінен қазақ тіліне аударылған нұсқасы 1998 жылы жарық көріп, оқырман назарына ұсынылды. Археологиялық ескерткіштері. Шөл және шөлейт аймақтардағы ғон ескерткіштеріндегі өзіндік ерекшелікке биік ертұрман, қауырсын тәріздес, қабыршақты өрнек, әшекейлі қол қазан жатады. Ғон қабірлерінен көптеп кездескен бұйымдар, күрделі садақ пен түрлі әшекейлер. Ғон садағы 7 сүйек бөліктерінен құрастырылып, иыққа жақындайтын тұсы қосымша сүйек қапсырмаларымен бекітілген. Халықтардың ұлы қоныс аудару кезіндегі далалық қорымдардан созыла басылған алтын қаңылтыр мен түрлі түсті тастар салынған әшекейлер табылды. Олардың мұншама көп таралуы көшпелілерді тез байуға алып келген Иран мен Римге қарсы тонаушылық соғыстарына байланысты болған еді. Әзірге зерттелген ғон қабірлеріндегі бұйымдар алтын және өзге әшекейлермен сәнделген. Археологтар Иволга өзенінің Селенгіге құяр тұсындағы елді мекеннен тұрақты жартылай жертөленің орнын тапты. Едені сабан араласқан балшықпен сыланған жертөленің ішінен тары дәндері, шойын түрендер, темір орақ, тас, дән күштер және астық сақтайтын ұралар табылды. Ғондардың қабірлерін қазу барысында табылған қыш құмыралар, көзелер, саптаяқтар қолдан жапсыру тәсілімен ұршық қалыптарда дайындалған.